Kanalıma қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгінгі видеода белешейдің рецептін дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа жылы сүтті құямын, сұйық май, тұз саламын. Бір қасық ашытқы саламын да араластырамын. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден сақтап алсаңыздар болады. Енді алдын ала електен өткізілген ұнды саламын. Жұмсақ етіп қамыр илеймін. Қамыр бізде қатты жұмсақ болып тұру керек. Видеода көріп тұрғанда көп ұн қолданған жоқпын, тек қамырды осылай қолымның майлау арқылы жұмсақ етіп илеп алдым. Тағы да қолымды майлап аламын да қамырды барлығын біріктіремін. Енді қамырдың бетін жауып қоямын. Жарты бір сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Ашығанша күтемін. Оған дейін салмасын саламын. Мұнда менде ет, пияз, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш барлығын салып алдым да араластырып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр бізде ашыды. Жақсы болып көтеріліп тұр, қолға жабысып тұр. Соң қолымызға қатты жабыспас үшін алдын ала қолымызды майлап аламыз. Видеода көріп тұрғандай жаямында ішіне салманы салып, шет жақтарынан орналастырып шығамын. Осылайша барлық қамырды дайындап аламын. Егер де сіздерге менің видео рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер каналыма жазылмаған болсаңыз, каналымда подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы видеода неше түрлі рецептердің видеосын салатын боламын. Алдын ала қызып тұрған майға екі жағынан қуырып аламын. Бірінші майды қатты қыздырамын да, сосын отты орташа деңгейге қойып, содан кейін ғана белешейді саламын. Екінші жағына аударамын. Көріп тұрғандарыңызда қатты қызарған жоқ, екінші жағына аударып жатырмын. Себебі ішіндегі еттердің барлығы пісіп шықсын деп екі жағына аудара отырып, осылай қуырып аламыз майға. Ең бастысы пісіру барысында отты қатты отқа қоймаңыздар, себебі қамыры қатты күйіп кетеді, ал ішіндегі еттері піспей қалуы мүмкін. Сол үшін айналдыра отырып екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Белешейіміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Келесі видеода кездескенше.